Менің ең алғашқы ұстазым Шораханова Асылхан Нұрбаевна. Ол кісі 40 жылдан астам еңбек етті Панфилов ауданы Пенжім ауылында Розбакиев орта мектебінде. Конечно, помню. Я училась в школе номер 10 имени Чеканова Алиханова города Талдыкурган. Моим первым учителем была Атаменко Надежда Николаевна. Менің алғашқы ұстазым Жамали Нұрғали ұлы. Мой первый учитель, так, уточняю. Я пошел в первый класс в городе Караганда, 15-я школа, Ирина Николаевна. Ең алғашқы ұстазым Күләш Байсейітова болған. 18-ші орта мектеп лицейінде 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін берген маған. Моим первым учителем является Цой Роза Владимировна. Бастауыш сынып мұғалімі Ишеева Күләш. Моим первым учителем была Ольга Федоровна. Менің алғашқы ұстазым ол Жақаева Тілеугүл деген кісі. Қазіргі уақытта ол осы біздің Талдықорған қаласында 20-ші мектепте мұғалім болып істейді. Мен математика пәнін сүйіп оқыдым. Ол пәннен бізге Сарапай сабақ берді. Және орыс тілінен сүйіп оқыдым. Орыс тілінен бізге Эпиздаматпай сабақ берді. Моим любимым предметом был русский язык и литература. Я очень любила делать анализ произведений. Менің ең сүйікті пәндерім математика болды бастауыш сыныптарда, онан кейінгі жоғары класстарда алгебра мен геометрия болды. Даже не припомню. По-моему, математика. География және тарих пәндерін қатты жақсы көріп оқыдым. Мен мектеп қабырғасында оқығанда ең жақсы көріп оқыған пәндерім физика пәні және математика пәні. Моим любимым предметом был предмет математики. Сүйікті пәндердің бірлері ол сызу және сурет салу, содан кейін география пәндері болды. Ұстаздар мерекесі қарсаңында барлық ұстаздарға, барлық біздің әріптестерге шығармашылық табыс тілеймін. Шәкірттері тек қана биіктерден көрінсін. Құрметті әріптестер, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деген айтқан, ұлы ақынымыз айтқан сияқты, бүгінгі сіздерді төл мерекелеріңізден шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге талмас қанат тілеймін. Своим коллегам в преддверии такого замечательного праздника я бы хотела пожелать творческих успехов и благодарных учеников. В первую очередь хочу коллегам пожелать здоровья. Это никогда отрицательно не будет. Во вторую очередь творческих успехов, потому что наша профессия – это творчество. Менің ұстаздарға тілегім, құрметті ұжымдастар, құрметті әріптестерім, сіздерді келе жатқан төл мерекеңіз, мұғалімдер күнімен сіздерді құттықтаймын. Сіздерге ең бастысы денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, байлық, береке және жұмыстарыңызға талмас қайрат тілеймін. Мои пожелания хочу, во-первых, пожелать крепкого здоровья, креативности и большого вдохновения в работе. Ұстаздарға тілегім отбасыларына береке, жұмыстарына табыс және де өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Пожелания моим коллегам всем огромного здоровья, терпения, высоких профессиональных знаний. Всего самого хорошего. Әріптестеріме тілектенім қажымас қайрат, денсаулық, шыдамдылық және бастысы тәрбиелі және саналы оқушылар.